Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін біздің YouTube арнамызда $100 челленджіміздің кезекті бөлімі. Бүгінгі бөлімді біз маған өте маңызды қаланың бірі, еліміздің бас қаласы Астана қаласындамыз. Бұл қала мен үшін өте ыстық, себебі менің бүкіл студенттік шағым, көп естеліктер қалған қала осы қала болып табылады. Енді бүгін сол қаламен өзімге маңызды деген локациялармен бөлісем, және де видеомыздың соңында челленджіміздің нәтижесімен қанша болды, қалай болды, не істедік, сол туралы бөлісіп өтетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Так, бізде Астанаға келгеннен бері көп сделкалар жасалды, соның бірнешеуімен сіздерге бөліскім келіп отыр. Неки бізде основном екі неден инструменттен жақсы сделкалар болды. Бізде GER 40, яғни Германия индексімен, және де Euro USD мен жақсы сделкалар болды. GER-дан менде бір күнде 2 сделка ұстаған кез болды. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай қызылдан бізде шорт ашылды, енді көктен жабылған болатын. Осыдан бір шорт ұсталып, бұл жердегі астындағы бүкіл цельдардың бәрін алып болғаннан кейін қайтадан мен лонгқа сделка ашқан болатынмын. Сөйтіп, мына лонгтағы сделкамыз мына жақтан барып жабылды. Бұл да өте үлкен уақыт кетті. Енді бұған бірнеше сағат уақыттар кетті, бірақ та түнде уже мен жауып тастай салдым. Сонымен GER-дан осындай сделка болды. Одан кейін бізде Euro USD-дан тоже жақсы сделка болған. Одан бізде нәтиже мінекей, бізде лонг ашылған мына көк стрелкадан, мына жерден жабылды. Бұл тоже самое, бізде Euro USD өте жақсы үстіге қарай жақсы көрсеткіш беріп тұрғаннан кейін, цельдардың бәрі үстінде болғаннан кейін, плюс трендіміз жоғары болғандықтан лонг ашқан болатын. Бұл бізде плюс $1000 жабылған болатын. Осындай көп сделкалар болды. Основна үлкен пайда алып келген осы сделкалар бізде. Так, өткен выпуста естеріңізде болса, біз счетымыз $2400 жеткізгенбіз. Енді осы Астанаға келгеннен бері біз счетымыз біраз өзгеріске түсті. Сол қаншаға жеттік, қалай жеттік, және де одан біз қандай арқарай, былайша счетымызда қандай өзгеріс болды, сонымен бөлісеміз. Және де ескерте кететін, біз осы выпуста ақша шығарып алған болатынбыз, яғни біз шынымен де реал шот, шынымен де тапқан табысымызды шығара аламыз деген нәрсені көрсету үшін. Сондықтан қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар, толығымен бөлісетін боламыз. Так, Астанаға келе сап, тамақтануға біз студент кезде ақшамыз, яғни стипендиямыз түсе сап, осы микс деген донер бар, соған тамақтануға келетінбіз. Всегда ақшамыз бар кез, байып қалатын кез сол кез болатын. Мен соны сағынып, 3 жыл арада 4 жыл өтсе де келдік. Сол баяғы микс донер бұрын кішкентай жерден басталған, сөйтіп бір үлкенірек ресторанға айналды. Соған тамақ ішуге келіп сағынып. Енді қазір бұйыртса общаганы бір соғып қайтамыз, ары қарай универге баратын боламыз. Так, мына жерде мынандай компьютеріне кіліп бары болатын. Бір рет келіп, енді келмейін деген, бірақ әлі бар екен мынаның ішінде ше. Біз мына жақпен жаңағыдай Гүлжан деген торговый центр бар. Соған өтіп, сол жақтан заттар алатынбыз. Мына жерде столовый бар болатын, бірақ та қазір бар ма жоқ па білмеймін. Міне мына жерден кіретінбіз. Дәл өзі кіріп көрсек бола ма екен? Жода ішінде болмайтын сияқты. Үш құдық деген, үш құдық деп тұратын. Не болатын? Алып тапты. Так, осы үш құдық деген столовыйда өшім не болатын? 500 теңгеге кәдімгідей первый, второй нанымен, салатымен, компотымен, короче, сондайға кәдімгідей тойып қалатын болатынбыз. Бірақ енді қазір 500 теңгеге не жейсің? Дым демейді да. Актив ломбард баяғыдан бар. Қазір енді өшім мынау бізді общага 3-ші, 4-ші, 5-ші, мен өзім 3-ші общагада тұрғам. 4-ші, 5-ші квартира сияқты кәдімгідей ішінде стиралкасы, ваннасы, душы бәрі бар. Әр неде. Ал мен тұрғанда онда ештеңе жоқ. Қазір алдынан өтетін боламыз. Өшім осы жол негізгі жаңа Гүлжан деген торговый центрға апаратын жер. Мынау 4 па 5 па, өшім 4 или 5-ші общага мына жер. Мына жерде ана жақта кішкентай бір общага бар, сода мен тұрғам. Мына жерде енді студенттер көп жүретін, қазір бізде демалыс жазғы. Сондықтан қазір студенттер жоқ. Шым кетті көрейік ар жақта. Қайда бірге тұрған жігіттерге жіберіп қояйын деп ғой. Мінекей, мен тұрған общагам осы, мынандай емес. Мыналар енді кәдімгі бөлек душы бәрі бар, стиралкасы бәрі бар болса, мынада қарапайым кәдімгі общага, бір этажда бір стиралка, бір асхана бар болатын. Соған общий кәдімгі бір этаж полный, соны қолданатынбыз. Енді қазір ішіне кіргізбейтін шығар, бірақ сыртынан бір қарап өтсек болады. Өзгеріп кеткен қазір. Не бар? Ішінің бәрі. Студенттер жоқ па қазір? Жазда болмайды ғой бізде. Каникулы. Bakın nemimiz akıbet olsun da.
қызықтыңдар өтті ғой не бар? Қызықтың бәрі студент шағымыз бәрі өтті. Сен қысы енді бітіріп кеттің ба? Ау? Қысы енді бітіріп келдің? Жоқ, фитті бітірдік қой. Фитті Иә, бітірдің? фитті бітірдік. Кіріп көруге болмайды? Сен көресің? Өзіміз тұрған комнатаны. Қай комнатада тұрып едің сен? Так, біз 300... Бұл блокта тұрдың ғой сен? Бұл блокта, иә. 300... Неше? Ладно, Маған тапсырасың ғой мына жерге последний тапсыратын жұмыс. Ана жерде общий душ болатын. Мына жерде бұрын ескі болатын. Ескі, қазір жаңа нелер қойыпты. Өзгеріпті біраз нәрсе. Өзгеріп кетті па? Өзгеріп кетті. Не, сол ма? Столовый сол баяғыдай ма? Кухня ма? Иә, сол баяғы. Сол бір стрелка, солай ма? Солар бір көріп айтсақ бола ма? Стрелкалар ма? Иә. Білмеймін, үшінші этажға көріп Саламатсыз ба? стрелка жоқ, қазір студент жоқ. Сол жерде бір көріп айтсақ. Үшінші этажға. Неке мынандай бір этажға общий бір не болады. Бір пеш, мына жерден стиралка болатын. Осы жерде полный бір этаж, полный тамақ істейтінбіз. Мына жерге ыдыс жуатынбыз, тамақ осында істейтінбіз. Бір холодильник екеуі қойып қойыпты мында. Су алатын қойып қойыпты. Осындай болады, в общем. Полный бір этажға бір не болатын, осындай. Кеттік. Мына жерде бұрын басқа магазин болған, Аблайхана дейтін. Соған кіріп, не жейтінбіз, сэндвич жейтінбіз всегда. Қазір басқа магазин ауысып кетті. Мен 4 этажда тұрып көргем негізі. Ең соңғы тұрғаным мына терезе ғой. Мына жерде тұрған терезеден. В общем, андай бар. Сағат 11-ден кейін кіргізбейді общагаға. Біз мына терезеден кіретінбіз ғой. Ана жерде есік жауып тастайды, кіре алмайсың. Бірінші этаждан өйтіп кіретінбіз ғой. Бірақ камера бар, но все равно тығылып болсын өйтіп кіретінбіз ғой түнде. Біздің Жұмабаева деген көше, біздің общагадан универге осылай жаяу барамыз. Мына жақта бізде өзгерістер өте көп болған. Мына жерде мінекей PlayStation клуб тұр. Бұл жерге алғаш менің группаласым алғаш PlayStation'ды ойнауға үйреткен болатын. Сол әлі бар екен. Сол есіме түсіп кетті. Так, бүкіл ЕНУ-дан общагасында тұрған студенттер білет. Мына жолдан өтеміз. Мына звук барлығына таныс қой. Жолдан өту үшін батырманы басыңыз. Для перехода дороги нажмите кнопку. В общем, кнопканы басып ары қарай өтеміз. Дальше ары қарай бізде универге шығамыз. Бүкіл ЕНУ-да оқитын студенттер, мына жерде бізде Көкшетау деген не бар? Здание бар. Бүкіл корпустардың почти барлығы осы жерге келіп, оқуға тапсырар кезінде, диплом кезінде қандай да бір зат жаңағыдай шығару керек болса, осы Көкшетауға келетінбіз. Ең алғаш есінде мына жерде документ қабылдайды универге. Сол кезде мына жерде очередь андай документін шығартып, бүкіл жаңағы сканировать ету, ксерокопия деген бәрін осында істейді. Осы жер қатты есте қалған бір естелік зданиялардың бірі осы болып. Так, мына жерде мен подкаст көрген кісілер болса білет шығар. Студент шағымның біраз бөлігін мен компьютер ойнауға жұмсаған болатын. Яғни сабақтың көбінен қалып, түні бойы компьютер ойнап, сөйтіп жүрген кездерде осы жерде міне ақ есікті көріп тұрсаңыздар, сол жерде бұрын компьютерный клуб болған. Сол өмірімнің, студент шағымның біраз бөлігі осында өткен болатын. Сөйтіп мына жақта бізде жанында донерка бар болатын. Қазір жоқ екен енді. Сөйтіп таңғы сағат 3-терде қарның ашады. Компьютер ойнап отырып, сосын мұнда кеп донер жеп, ошым не ұйқы дұрыс емес, жейтін донер, ошым сонымен салмақ қосып, кәдімгідей бір өмірінде қатты бір өзгерістер болған кездер сол кез болатын. Соны қазір кеп көріп, есіме алып жатқаным бар. Неге біз универімізге келдік. Мынау бізде ЕНУ-дың главный корпусы. Енді әрбір ЕНУ-ға келген студент ойлайды осындай жерде оқимын деп. Бірақ та жоқ, әркімде әртүрлі корпус. Менің оқығаным мына жерде 7 этажды корпус болып табылады. Так, универден шығып біз андай арасында окошкалар болады ғой, бос уақыттарда. Осы жақта бізде дастархан деген бұрын столовый болған. Соған келіп тамақ ішетінбіз. Енді бір өкінішке орай қазір ол жоқ. Бірақ сонда да бір көріп кеттім кеп тұр.